Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын, құрамы қарапайым пирожкидің рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қарап көріңіздер. Құрамына жылы су, ұн, қант, тұз, ашытқы, сұйық май қажет. Ыдысымызға жылы суымызды, қант, тұз, құрғақ ашытқымызды салып, 15 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Картопымызды аршып, суға пісіреміз. Суға тұз саламыз. Пиязды 4 бұрышты етіп турап, табаға қуырамыз. Пиязымыз қуырылып жатқан кезінде үстіне тұз бен бұрыш салуды ұмытпаймыз. Сарғыш түске енген пиязымызды піскен картопымыздың үстіне салып, картопымызды езіп аламыз. Үстіне тұз бұрыш қосудың қажеті жоқ, себебі біз картопымыз бен пияздың үстіне жеткілікті түрде дәмдеуіштерін қостық. Ашытқымыз көтерілді, енді үстіне сұйық майымызды, ұнымызды салып, жұмсақ қылып қамыр илейміз. Міне біздің қамырымыз осылай иленеді, артық ұн қосудың қажеті жоқ. Көтеруге қойып қоямыз. Міне қамырымыз осындай жұмсақ болып шықты. Сұйық майдың көмегімен енді пирожкилерімізді жасаймыз.
Дайын болған пирожкилерімізді 180 градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз. Үй жағдайында болғандықтан мен бетіне жұмыртқа жақпадым. Өз қалауларыңыз бойынша жақсаңыздар болады. Міне осындай өте дәмді пирожкилер шығады. Жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін.